Достар, зейнетақы қорында қанша қаржыңыздың барын білу үшін алдымен егов порталына кіру қажет. Ол үшін бізге электрондық цифрлы қолтаңба керек екендігі белгілі. Алдымен электрондық цифрлық қолтаңба кілтін таңдап аламыз және құпия сөзді енгіземіз. Әрі қарай мынандай терезе ашылып, онлайн сұрауды басамыз. Және 3 қадамнан тұратын қызметтерді орындау керек. Бұл жерде алдымен қол қою және анықтама алу. Екінші кезекте SMS арқылы бізге код жіберіледі. Сол кодты енгіземіз. 740. Кодты тексеру тағылығы дұрыс сияқты. Мінекей сұраныс өңделуде. Санаулы минуттардан кейін біз жеке кабинетіміздегі хаттар бөліміне мәлімет келіп түседі. Ол үшін жеке кабинетті ұдайы бақылап қарап отыру керек. Жеке кабинетке кіргеннен кейін кірістер бөліміне кіреміз. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшысының аударымы жайлы ақпарат жіберілді деп тұр. Қазір аяқталды деген хабарлама деп келіп тұр. Ашамыз. БЖЗК салымшысының зейнетақы жинақтарының жай-күйі. Қазақ тіліндегі нұсқасы біз үшін ыңғайлырақ. Сондықтан осылай ашқан кезде PDF форматындағы мәлімет пайда болады. Зейнетақы жинақтарының жалпы сомасы көрсетілген және осы сіздің аударымдарыңызға байланысты толық мәлімет бірнеше парақтан тұратын осы мәлімет дерек қағазында көрсетілген. Өз зейнетақы қорындағы қаражатыңызды осылай біліп көрсеңіз болады.